Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар, каналға қош келдіңіздер. Каналды қолдап тіркеле кетіңіз. Ақырзаманның ауруы. Ауылда тұратын Адырбай көкемнің ауырып жатқан естіген соң көңілін сұрап қайтпаққа бекіндім. Қайран Адырбек көкем-ай, бәр есімде көз алдымда. Неге ұмытайын, кешегі кеңес үкіметі кезінде ол совхоздың машинасын айдайтын. Ақаңнан ұрттап алған күндері машина трактор шеберханасындағы бүкіл шопырды қырып салатын. Механик, бригадир, инженердің өзі Адекеңнің адуынды мінезінен ығып, іннен інге тығылып кететін. Құмдағы отарларға шөп апара жатып, киік қуамы деп машинаны аударып алып айдалада қалғанда қыңбаған көкем ғой бұл. Бір шөмеле шөпті өртеп жіберіп елді шулатып еді. Машинасына қосалқы бөлшекті уақытылы бермеген шеберхананың қойма меңгерушісі Нұртайды басып өлтіремін деп гаражды айналдыра қуып тулатып еді. Не істемеді бұл көкем? Жүрген жеріне жуа шықпайтын, оның барлығы жүректе жалын, қолда қуат барда екен-ау. Енді міне жығылған нардай жайрап қалыпты. Әй қайдам, аурумен алысып жатпайтын да шығар, сонысын бір көрейінші. Бірақ менің көргенім басқаша болып шықты. Құлан құдыққа құласа, құлағында бақа ойнайды. Шөккен нардай шөкімдей ғана болып, ескі қара тонға оранып жатқан көкемді жеңешем ыстық табаққа майсыз қорып, быж-быж дегізіп қояды. Қайтсын-ай, кезінде бұл жеңешем көкемнің жуан жұдырығын талай ескеген ғой, енді соның қарынтасын қайтарғаны шығар. Томардай болып төңкеріліп аяқ астында жатасың да қоясың. Сенде адам құсап есік алдына шығып шаруаны күйттесең қайтеді? Анау қораның төбесі құлап опырылып ортасына түскен талай уақыт болды. Шарбақтан шарбақ қалмады, балаларды тентіретіп жібердің. Өзіңнің жатсың мынау моладай мықшиып, деді Назымгүл жеңеше. Мен келгенде көкемді илеуіне салып жатыр екен. Ассалаумағалейкум Адырбай көке. Арыстан таудан секірді дегенді естіп келіп қалдық. Көкем қолын көлегейлеп маған көзін сығырайтып қарап тұрды да: ой, мынау қабыл ғой, қалада тұратын, солсың ғой, солсың деп еңкілдеп жылап жіберді. Әй, аурудың азабай, жолбарыстай жәкемді де жыққан екен-ау. Мен де шуланған көзімді сүрткіштеп көкемнің қасына жайғастым. Жеңешем жеңіл күрсініп қойып дастархан жайды. Көке-ау, анау-мынау сырқатқа сүрінбейтін едіңіз, сыр беріп қойғаныңыз не? Осы кезде қолтығыма жастық әкеліп тастап тысқа шығып бара жатқан жеңешем артына оқыс қарап: мырзаға, ағаңдікі қайбір ауру дейсің? Жалқаулық деген жұқпалы кесел оныкі. Осы ауылдың адамдары малын молайтып, есік алдындағы көкөнісін көбейтіп күн көріп отыр. Біздің отырысымыз мынау түкке жарымай, деп өз ашуына өзі булығып шығып кетті. Міне осы, жеңешең бір нәрсе десең жылап жібереді, сөйтіп жеңеді. Денім сау болса отырар ма едім осылай омалып, деді Адырбай көкем ақтала бастады. Отбасындағы екеудің арасына от салып жүрген бәлекеттің атын білгім келді. Сонда не кесел, бұл өн бойыңызда тұсап тұрған? Атама, ақырзаманның ауруы. Ойбай, атын айтсаңызшы, кесел емес, дерт, түбінде мені о дүниеге жөнелтіп барып тыныш табатын дерт. Дәрігер біткеннен дауа табылмаған, ем қонбайтын шошымалы ауру. Сонда әлгі атының өзі қорқынышты аурудан аулақсыз ба әйтеуір? Құдай сақтасын, ол бәлекет емес. Сонда сен де қақтап қоймадың ғой, тыңда онда, саған ғана айтайын, деп көкем сәл еңкейді. Бауырым, былай, баяғыдай қазір үйме спырт жоқ, бар болса да бермейді, ол үшін теңге керек. Жеңешең мектеп сыпырып жүріп пенсияге шығып еді ғой, оның 6000 теңгесі қай жыртығымызға жамау болады? Мен ғой пенсияге шыға алмадым, өзің білесің, жұмысты жарытпадым. Жұмысты жарытпаған жанға пенсия жұғыспайды ғой. Сосын енді жеңешең боза салады. Сол бозаны азаннан кешке дейін сыздықтатып, тартамын да отырамын. Ауылдың боза ішкісі келген еріккендері кейде жеңгеңнен жасырып, спырт болмаса да араға келеді. Бозаға араластырып жіберсең, бойың жіпсіп бусанып, жата қалып ұйықтағың келеді. Баяғыдай күш жоқ, бозаға тойып алсақ бұзықтық жасайтын. Сонда бозаны емгешесіз бе, әлде? Бауырым-ау, емгешпегенде жемгешет дейсің бе? Орнымнан тұрып кетсем деймін де, онда орныңыздан тұра алмайтын болдыңыз-ау шамасы. Солай бауырым, қор болып қалдым ғой. Түзге күнне таяққа сүйеніп 4 мәрте шығамын. Кесел өн бойымды түгел темірдей құрсаулап біткен. Дәрігерлер не
дейді. Олар айта береді де, таңертең ерте тұрып жүгіріңіз, үй шаруасымен шұғылданыңыз, тер шығарыңыз дейді. Ал мен қозғалудың өзіне қорқамын. Кеселіңіз қатты болып тұр ғой, беті қайтпайды мұндайдың, дедім іштей таңырқап тұрсам да. Атама дедім ғой, атама, тура ақыр заманның ауруы. Осылай жата бермексіз бе, бір дауасын жасайық та? Шырағым, ниетіңе рахмет. Доктор жазбаған ауруды сен жазармысың? Бойға сіңіп кеткен ғой бұл атаңа нәлеттің азапты ауруы. Көке, қазір дәрігерлердің жазбайтын ауруы жоқ, қалаға қаратайын, жүріңіз, дедім мен көкеме кәдімгідей жаным ашыған болып. Қалаға қаратпақ түгілі Қытайға барып емдетсең де дауа дарымайды бұл дертке. Онсыз да ақыр заман тақап қалды ғой. Мына Үндістанның арғы жағында дейме, бір жерлерде алапат дауыл мен жер сілкінісі болып, мыңдаған адам опат болыпты ғой. Бұл ақыр заманның белгісі. Жазылғанмен мен не істеймін? Ақыры жұмыр басқа бір өлім деп, Адырбай көкем ақыр заманға бетпе-бет қарап тұрып қалды. Осы кезде бір шара бозаны көтеріп жеңешем кірді. Шырағай, көкеңдікі расында ақыр заманның ауруы. Енді ол көкеңді алмай тынбас. Көкеңмен қайырласып қал, енді көресің бе, көрмейсің бе деп Назымгүл жеңешем күрсініп қалды. Даусында уайымнан гөрі басым. Бұл бейбақ енді мені тұқыртқаннан басқа не бітіреді? Ауруымның ауырлап бара жатқанын сондықтан деді көкем тонына бүркене түсіп. Жеңгем де ашылайын деді. Шырақ, бұл көкеңдікі жалқаулық деген жаман атқыр, кесел. Оған маскүнемдікі қосылған. Қалаға барып емдетейік деген кіндігінен өрбіген балаларын да тыңдамады ғой. Олар да безіп кетті бұдан. Мына қираған молада екеуміз ғана қалдық шошайып. Қаладан жылына бір келгенде саған сұнар тамағым мына алғаш ағаңның бозасы ғана болып қалғанын кешір. Басқа тамақ жоқ бұл үйде. Менің пенсиямде алған сайын өңешінен әрі асырады да отырады. Ол таусылған соң амалсыз бозаға көшеді. Осы ауылдың алқаштарының барлығы біздің үйге үйір. Міне ағаңның ақыр замандық ауруы осы, деп Назымгүл жеңешем тағы да булығып тілін тістеп отырып қалды. Көкемде үн жоқ. Боза емес, боқыстап отырғандай бойымды бір жиіркеніс сезім жайлады. Адырбай көкеме анықтап қарамаған едім. Көзінің алды былшықтанып, тілі күрмелей бастады. Күшті боза қойсын ба? Жеңешем сыртқа лып етіп шығып кетті. Мен оның осыдан 10 жылдай бұрынғы кезін еске алдым. Таңертең қорасынан 3 сиырды өргізіп, сүтін көкеме пісіріп беріп, содан соң қой қорасына беттеуші еді. 20-30 тауық есік алдында жем теріп жеп жүретін. Бақшада қауын, қарбыз, пияз, сәбіз, тағы басқасы шайқала өсіп тұратын. Екі бетті нарттай жеңешем. Адырбай көкемді жемдеп, жылы сөзімен емдеп болып жұмысына жіберетін. Содан соң балаларды оқуына шығарып салатын. Осылардың барлығы реттелген соң жайдарлана күліп жұмыс жағына бара жататын. Адырбай көкем қайран денсаулығы деп қара тонын бүркене түсті. Содан соң бауырым, қаладағыларда қаражат мол болады дейді ғой, көкеңе 5-10 теңге тастап кет, деді. Мен көкемнің қолына бүтін 5000 теңгелік ұстатып тысқа шықтым. Мана оймен келе жатып байқамаппын да, көкемнің қара шаңырағы соғыстан соңғы суреттегідей жүдеу күйге түсіпті. Қорада тұяқ қалмапты, төбесі ойылып құлаған, егістікке күрек тимегелі біраз жыл өткен байқалады, арамшөп қаптап кеткен. Ал Адырбай көкеммен іргелес үйдің ауласы абат баққа айналып тұр. Жасампаз өміршеңдігі сезінесіз. Содан ақ Адырбай көкемнің кеселі расында ақыр заманның ауруы екеніне көзім жете түсті. Сондықтан көкемнің үйінен ұзағанша асықтым. Каналға тіркеліп, пікір қалдырып, лайк баса кетіңіз. Сау болыңыздар.